Қайырлы күн 11 сынып білім алушылары. Дүниежүзі тарихы пәнінен қарастыратын кезекті сабағымыздың тақырыбы халықаралық қауіпсіздікке төнген қазіргі кездегі қауіп-қатерлер деп аталады. Сабақтың барысында сіздермен бірге сепаратизм, экстремизм және халықаралық терроризмнің таралу себептері мен салдарын анықтайтын боламыз. Сепаратизм мемлекет аумағынан жеке мемлекет, яғни сецессия құру мақсатында бөліну немесе автономия мәртебесін алу, бөліктену саясаты мен әрекеттер. Сепаратизмнің қалыптасуына халықтардың құқығының бұзылуы, этникалық және діни азшылық өкілдерінің қысымға ұшырауы алғышарт саналады. Отаршылдыққа қарсы күрес жүргізіп, жаңа мемлекет құру барысында сепаратизм осындай рөлге ие болады. Сепаратизм Австро-Венгрия, Кеңестер одағы, Югославия, Чехословакия секілді мемлекеттердің ыдырауына ерекше ықпал етті. Қазір әлемде сепаратизмнің 50-ге жуық ошағы бар. Сепаратистік қозғалыстар мақсаттарына қарай бөлінеді. Оны қолдаушылар осы ұстанымдар үшін күреседі. Сецессияны мақсат еткен сепаратизм Түркиядағы күрдтер, Үндістандағы сикхтар мен тамилдер күресі. Жеке бөліну мен басқа мемлекетке қосылуды мақсат еткен сепаратизм Қытайдағы ішкі Монғолияның Монғолия республикасына қосылуын қолдаған қозғалыс. Мемлекет құрамындағы аймақты сақтай отырып, үлкен автономияға қол жеткізуді мақсат еткен сепаратизм Франциядағы Корсика автономиясының аумағын ұлғайту құқығы үшін болған күрес. Сепаратизмнің негізін этно-конфессионалдық факторлар қалыптастырады. Оған католиктар мен протестанттар арасындағы келіспеушілікті, яғни солтүстік Ирландия, Квебектегі, православтар мен қақтығысқан ислам фундаменталистерінің әрекеттері, яғни Косово, солтүстік Кипрдегі, католицизм, яғни Босния мен Герцеговина, оңтүстік Филиппин, индуизм, яғни Кашмир, буддизм, яғни Мьянма және тағы басқа дінаралық қақтығыстарды жатқызуға болады. Еуропада сецессия 2008 жылы орын алды. Сербтерге қарасты Косово өлкесінің билігі бір жақты шешіммен Сербиядан тәуелсіздік алғандарын жариялады. Косованың тәуелсіздігін 2010 жылы Біріккен ұлттар ұйымының халықаралық соты мойындады. Бүгінгі таңда Косово республикасын Біріккен ұлттар ұйымына мүше 111 мемлекет мойындайды. Кейбір мемлекеттерде заң бойынша бірқатар шарттарды сақтаған жағдайда сецессияға рұқсат берілген. Олардың ең негізгісі референдум арқылы еркін көзқарасын білдіру болып табылады. Мәселен, Ұлыбританияда тарихи аймақтар мен бағынышты және тәуелді аумақтар өз бостандықтарына қол жеткізуі үшін референдум өткізсе және сецессияны көпшілік қолдаса жеткілікті болып саналады. Өз тәуелсіздігіне қол жеткізу мүмкіндігі Шотландияда бар, алайда халық арасында өткізілген референдум оң нәтиже бермеді. Ирландиялық католиктердің бастамасымен солтүстік Ирландияны жеке мемлекет ету туралы референдумда көпшілік олардың ұсынысын қолдамады. Бермуд аралында өткен референдум барысында жергілікті халық Британ азаматтығының артықшылықтарынан айырылғысы келмейтінін білдірді. Испания сецессияға байланысты қатаң саясат ұстанады. Оның конституциясында автономияға қол жеткізу үшін референдум өткізуге жол беретін бап жоқ. Сондықтан Басктер мемлекеті мен Каталонияны құру талаптары жүзеге асқан жоқ. Конституцияның 155 бабында үкіметтің мемлекеттің тұтастығын қорғау үшін күштеу әдістерін қолдануы мүмкін екені көрсетілген. Канадада Квебектің тәуелсіздігі үшін өткен екі референдум күткен нәтиже бермеді. Халықтың басым көпшілігі қолдау танытпады. Үндістанның бірқатар аймақтарында сепаратизм кең таралған. Жамму мен Кашмир штаттарында сепаратистер тәуелсіз Кашмир мемлекетін құруды талап етеді. Батыс Бенгалияда бенгалдықтар Бангладешпен қосылуды мақсат етеді. Үндістанның оңтүстігінде қарулы тамил жасақтары тәуелсіз Дравидстан мемлекетін құруды көздейді. Пенджабта сикх сепаратистері тәуелсіз Халистан мемлекетін құруды талап етеді. Сепаратистер мемлекет тыныштығына, халық бірлігіне қауіп төндіреді. Олардың күрес тәсілдері этникалық тазалаулар, кепілдікке адам алу, лаңкестік әрекеттер. 1984 жылы сикх сепаратистерінің қолынан Үндістанның премьер-министрі Индира Ганди қаза тапты.
1991 жылы тамил сепаратистері Үндістанның премьер-министрі Раджив Гандиді өлтірді. Терроризм бірінші идеологиялық насихат арқылы күш қолдануды жүзеге асыратын саяси күрес әдістерінің бірі. Екінші, қандай да бір шешімдерді қабылдауға немесе одан террористердің мүддесі үшін бас тартуға тікелей, болмаса жанама түрде ықпал ету мақсатында халықты немесе әлеуметтік топтарды қорқытуға бағытталған ашық түрде жасалатын жалпыға қауіпті әрекеттер. Терроризм субъектісі жекелеген адамдар, үкіметтік емес кәсіби ұйымдар. Терроризм объектісі билік, жекеменшік және мемлекеттік мүліктер, инфрақұрылымдар, тіршілік ету үшін қажетті жүйелер. Терроризмнің мақсаты қоғамда тұрақсыздық тудыру, басқа мемлекеттермен соғыс өртін тұтандыру, кейбір аймақтарда дербестікке қол жеткізу, биліктің беделін түсіру, билік тарапынан саяси келісімдерге қол жеткізу және тағы басқалар. 1960 жылдардың соңында Жапонияның Қызыл әскері атты террористік ұйым Жапонияда лаңкестік әрекеттер жасап, мемлекет қауіпсіздігіне қауіп төндірді. 1975 жылы Лод әуежайында 25 адамды өлтіріп, 72-сін жарақаттады. Ұйым талқандалып Жапониядан қоныс аударғанымен әрекеттерін Азияның басқа бөлігінде жалғастыруда. Араб-Израиль шиеленісі Палестина мәселесін туындатып, таяу шығыста терроризмнің қалыптасуына ықпал етті. 1950 жылдары Египетте Фатх, яғни Палестинаны азат етудің ұлттық қозғалысы террористік ұйымы пайда болды. Оның мақсаты Израильмен күресіп, жеңу және Палестина мемлекетін құру болатын. Фатхтың бөлімшелері 1950 жылдардың соңында Алжирде, Тунисте, Ливияда, Ливанда, Иорданияда қалыптасты. 1993 жылы Палестина автономиясын құруға қол жеткізген палестиналықтар енді жеке мемлекет қалыптастыру үшін күресті жалғастырды. Автономия аумағында Хамас, исламдық жихад сияқты террористік ұйымдар пайда болды. Палестиналық терроризмнің ерекшелігі ажалға басын тіккен лаңкестерді дайындау, халық көп жиналған жерлерде жарылыстар ұйымдастыру, ұшақты, әуежайды, мектепті және тағы басқа әлеуметтік нысандарды басып алып адамдарды кепілдікте ұстау. Ауғанстандағы соғыс барысында ислам фундаменталистерінің интернационалдық тобы Әл-Каида террористік ұйымы пайда болды. Оған Усама бен Ладен жетекшілік етті. Ұйымның басты мақсаты ислам мемлекеттеріндегі зайырлы жүйені құлатып, исламдық тәртіпті қалыптастыру. 1998 жылы бен Ладен еврейлер мен кресшілерге қарсы жихад үшін исламдық әлемдік майдан атты халықаралық ұйымды құрғанын мәлімдеді. Оның қатарына алжирлік, пәкістандық, ауғанстандық, кашмирлік және тағы басқа террористік ұйымдар енді. 2001 жылдың 11 қыркүйегінде ақш-та орын алған лаңкестік әрекеттен соң терроризм әлемдік өркениеттің ең басты қаупі деп жарияланды және ақш терроризмге қарсы халықаралық коалицияның жетекшісі болып саналды. 2006 жылы Әл-Каиданың қатысуымен Ирак ислам мемлекеті құрылып, 2013 жылы Ирак пен Леванттағы ислам мемлекеті, яғни ИГИЛ деп атауын өзгертті. Аталған ұйым Ирак пен Сирия аумағында ауқымды шабуылдар жасап, сүнниттік ислам мемлекеті халифатты құрылғанын жариялады. Террористік ұйымдар ортағасырлық жабайы заңдарды орнатты, әйелдерді күңдікке салды, ерлерді өз қатарында соғысуға мәжбүрледі, басқа дін өкілдерін жазалады, исламдық мәдениетке жатпайтын ескерткіштерді толығымен қиратты. Басып алған аумақтардағы қазба байлықтарды тонап, мұнай саудасымен айналысты. Одан түскен қаржыға қару-жарақ сатып алып, қатарларын жаңадан келген содырлармен толықтырды. Терроризм жеке мемлекеттің ғана емес, әлемдік қауіпке айналды. Онымен күресу барлық адамзаттың ортақ мәселесі болуы тиіс. Фундаментализм белгілі бір әлемнің бастапқы идеясын, ұстанымын, құндылығын сақтауды қолдайтын, олардың дамуы барысында пайда болатын өзгерістерді жоққа шығаратын және алғашқы таза күйін қалпына келтіруді талап ететін қоғамдық идеологиялық діни қозғалыс. Фундаменталистер өзгерістер енгізуге, жаңаруға күш қолдану құралдары арқылы қарсы тұрады. Адамның ең үлкен қорқынышының бірі мәнсіздік, ал фундаменталистер қорқыныштан құтылудың жалғыз жолы тұрақты сенім, белгілі бір идеологияны сөзсіз қабылдау деп уағыздайды. Фундаменталистердің идеалы еркіндіктің, жеке бастамалардың барлығына тыйым салу.
Фундаментализмнің ең қауіпті түрі діни фундаментализм. Оның негізгі міндеті қоғамда үстемдікке ие болатын діни құрылымдарға қайта оралу. Діни фундаментализмнің негізгі идеологиялық қағидалары. Бірінші, діни қасиетті кітаптарда жазылған қағидаларды қатаң сақтау қажеттілігі. Екінші, қасиетті жазбаларды сынауға, либералды түсіндіруге жол бермеу. Фундаментализм әсіресе исламда, христиандықта, иудаизм мен индуизмде ерекше көрініс береді. Экстремизм іс-әрекеттің ең қатаң көзқарасы мен әдісіне бейімділік. Экстремизм бұл әлеуметтік, ұлттық, нәсілдік және діни айырмашылықтарды қоздыру. Адамдар мен азаматтардың әлеуметтік, ұлттық, нәсілдік топқа, діни және тілдік жағдайларына қарамастан бостандықтар мен заңды мүдделер құқығының бұзылуы. Азаматтардың саяси құқықтарын білдіруіне күш қолдану немесе қатер төндіру арқылы кедергі келтіру. Мемлекеттік органдардың, қоғамдық, діни ұйымдардың заңғы қызметіне күш қолдану және қатер төндіру арқылы кедергі келтіру. Конституциялық құрылымды күш қолдану арқылы өзгерту және мемлекеттің тұтастығын бұзу. Әлеуметтік, саяси, идеологиялық, ұлттық, нәсілдік, діни, жеккөрушілікпен жауласу себептеріне орай қылмыс жасау. Экстремизмге жекелеген адамдармен қатар саяси ұйымдарда бейім болып келеді. Саяси экстремистік әрекеттерге тәртіпсіздіктер ұйымдастыру, террористік қимылдар мен партизандық соғыс жүргізу жатады. Экстремизмнің өршуіне әлеуметтік-экономикалық дағдарыстар, халықтың басым бөлігінің тұрмыс деңгейінің күрт құлдырауы, биліктің оппозицияны басып жаншуы мен басқаша көзқарастағы адамдарды қудалауы секілді тоталитарлық саяси шешімдер ықпал етеді. Экстремистік әрекеттер мемлекет өміріне нақты қатер төндіреді. Азаматтардың конституциялық құқығы мен бостандығына қол сұғып, қоғамдық қауіпсіздік пен қоғамдық тәртіпті бұзады. Бүгінгі таңда экстремистік ұйымдар қатарына жастар көптеп тартылуда. Босқын, төтенше әрі қатерлі жағдайларға байланысты өзі өмір сүрген елді тастап шыққан және басқа мемлекеттен пана іздеген тұлға. Олар босқын мәртебесін алу үшін бірқатар рәсімдерден өтеді. Босқын мәртебесі олардың қосымша кепілдікке, материалдық және құқықтық көмекке қол жеткізуіне мүмкіндік береді. Босқын болу бұл тек өзге елге бас сауғалап бару ғана емес, сонымен қатар өзге елде кірпітар болып тіршілік ету, азық-түлік, киім, баспана сияқты алғашқы қажеттіліктерге қол жеткізу үшін өмір сүру. Біріккен ұлттар ұйымы келтірген деректер бойынша соғыстан, аштықтан, табиғи апаттардан және зорлық-зомбылықтан қашқан босқындар саны 2025 жылы 95 миллион адамға жеткен. Босқындар мәселесімен Біріккен ұлттар ұйымы жанындағы босқындар ісі жөніндегі жоғары комиссариат басқармасы айналысады. Сонымен қатар босқындарға көмекті халықаралық Қызыл Крест және Жарты ай қоғамы да көрсетеді. Босқындардың көбі Азия мен Африка елдерінен шығады. Жас жігіттер мен кәмелеттік жасқа толмағандардың көбінесе қарулы жасақтар өздерінің қатарларына тартып соғысқа қатысуға мәжбүрлейді. Босқындар арасындағы ең қорғансыздар қатарына жататыны әйелдер мен балалар. Олар 80%-ді құрайды. Босқындарды шекара маңындағы арнайы лагерлерге орналастырып, таза ауыз су, азық-түлік, киім-кешекпен қамтамасыз етумен, олардың арасында түрлі індеттердің таралмауымен, психологиялық көмек көрсетумен, құжаттарын қалпына келтірумен, жаңа ортаға бейімдеумен Біріккен ұлттар ұйымы айналысады. Тапсырма. Сол жақтағы ұғымдарды оң жақтағы тиісті анықтамаларымен сәйкестендіріңіздер. Үйге тапсырма. Төменде берілген тапсырмалардың біреуін таңдап орындаңыз.